Сәлеметсіздер ме киносүйер қауым? Бүгін ақымақтық болып көрінген кино жайлы айтамыз. Бір қарағанда қызық емес болып көрінеді, бірақ олай емес. Оскар Уайльдтың Дориан Грейдің портреті романына негізделіп түсірілген фильм фантастика және ужас жанрларын қамтыған. Қысқаша айтқанда, сырты сұлу болғанымен іші сұмдық, жан рақаты мен тән рақатының құлы болған адам жайлы шедевр. Ал енді обзорға көшейік. Дориан Грей. Фильмнің басында жас жігіт Дориан ауылдан үлкен қалаға келеді. Ол Лондонның үлкендігіне таң қалып тұрған. Оның көзі мен жүзінде шынайы күлкі мен қуаныш бар еді. Дорианды онда атасының көмекшісі қарсы алады. Оның атасы бар дүние мүлкін Дорианға қалдырған еді. Ол бірден өзінің өнерін көрсетіп, концертте фортепианода ойнап береді. Оның өндірі мен сұлулығына Лондондағы ең мықты суретшілердің бірі таң қалады. Ол Дорианға суреті үшін модель болуды ұсынады. Дориан ұсынысты қабыл алып, суретшінің үйіне барады. Сосын Дориан суретшіге бір сыйлы, беделді кісінің кешіне баруды ұсынады. Онда Дориан Генри атты кісімен танысады. Генри Дорианға оның атасы жексұрын, ұнамсыз адам болғанын айтады. Сөйтіп жас жігітке темекі ұсынады, бірақ Дориан өзінің темекі шекпейтінін айтады. Алайда Генри өмірдің қызығы мен шыжығы жайлы сөз қозғайды. Курение – это особый вид удовольствия. Изысканный, но оставляющий легкий флёр неудовлетворенности. Угоститесь все же сигаретой. Их привозят из Каира. Келесі күні Дориан өзіне мұра болып қалған үйді аралап жүреді. Сөйтіп атасы бала кезінде Дорианды қалай қинағанын еске алады. Кейінгі кадрда Бейзел суретті аяқтауға жақын қалғанын көреміз. Бұл бөлмеде Генри де бар еді. Составите компанию. Я знаю подходящее место. Кешкісін олар бір керемет жерге барады. Бұл жер бордель еді. Дориан бұған дейін бұндай жерлерде болмаған. Генри оған бұл жерде жақсылап демалу керектігін айтады. Бірақ Дориан бұл күнә екенін айтып бас тартады. Дегенмен ішімдіктен бас тартпайды. Сосын Дориан бір қызды көзі шалады. Ол қыз бұл жерде жұмыс істемейтін. Дориан барып танысуға батылы жетпейді. Сосын ол қыз басқа еркекпен кетіп қалады. Мұны көрген Генри өзінің өмірлік тәжірибесімен бөліседі. Мальчишка, здравомыслие убивает, Дориан. Быстротечность момента – это аксиома. Жизнь – это сейчас. Нет никаких потом. Так пусть она пылает. Всегда. Жарким огнем. Суретші Бейзел Холвард Дорианның жас кезіндегі сұлулығы мен тазалығын бейнелейтін портретті салып біткен еді. Бірақ Генри бұл сұлулық мәңгі емес екендігін айтады. Он останется таким. А вы, мистер Грей? Боюсь, что нет. Со временем мать природа снимет шляпу перед отцом Бейзелом. Жас жігіт жаратылысқа қарап суреттегідей мәңгілекке, тіпті жан дүниесінде қалдыру үшін кез келген нәрсені беруге құштарлығын айтады. Сөйтіп ол әзіл ретінде жанын беруге дайын екенін жеткізеді. Келесі күні суретші портретті төбеге іліп қояды. Барлығы оған қарап тамсанады. О, Бейзел, тебе удалось передать что-то неуловимое. Ал кешкісін Дориан көшеде жүріп театр алдына барады. Ал афишада өзі бордельде көрген қыздың суреті тұрады. Ол театрға кіреді. Жаңағы қыз актриса еді. Қойылымнан кейін ол қыздың бөлмесіне барады. Қыз бордельде ертіп кеткен жігіт өзінің ағасы Джимми екенін айтады. Дориан бұған қуанады, бірақ сезімін білдіруге әлі де қорқатын. Дориан кетіп қалмақшы болады, бірақ қыз тоқтатып қалады. Сөйтіп жас жігіт күш жинап өзінің сезімі жайлы айтады. Когда я увидел вас на сцене, и теперь, когда я стою перед вами, я благоговею и теряюсь перед вашей красотой. Сосын олар көп уақытты бірге өткізетін болады. Қызға ғашық екенін айтады. Кезекті кездесуде Дориан қызға көйлек сыйға тартып, фортепианода ойнап береді. Күн соңына жетіп қалған, ал қыз үйіне қайтпақшы болады. Бірақ Дориан одан қалуын өтінеді. Қыз сезімдеріне ерік беріп, Дорианмен бірге қалады. Сөйтіп олар түнді бірге өткізеді. Ал таңда Дориан қолын кесіп алады, ал қыз оның қолын байлап жатып, жарадан шырам қалатынын айтады. Қыз түнде де Дорианның арқасын тырмаған еді, бірақ одан бірде-бір із қалмаған. Сөйтіп Дориан бұған таң қалады, ал қыз оған мән бермейді. Ты совершенство. Дориан достары мен таныстарын жиып сүйіктісі Сибилдің қолын сұрағанын айтады. Барлығы бұған таң қалып құттықтай бастайды.
Ал Генри Дорианға бұл түні демалумен өткізу керектігін айтады. Сөйтіп Дорианды керемет бір үйге алып барады. Жол жөнекей Генри жақында балалы болатынын жеткізеді. Олар бордельге барады. Дориан аңғалдығынан трубкадан темекі тартып көруге келседі. Ол кайып боп қалады да сондағы әйелдермен қатынасқа түсе бастайды. Арадан көп өтпей Дориан Генриді Сибилмен таныстырады. Сибил олардан осы уақытқа дейін қандай іспен айналысқанын сұрайды. Өйткені олар Сибилдің қойылымына келмеген, ал Генри үйлену тойын жуғанын айтады. Дориан Сибилден ренжімеуін сұрайды. Сибил олар қандай іспен айналысқанын түсінген еді. Бірақ Дориан Сибилге айғайлап, ол жерден кетуге аттанады. Бірақ қыз кетпеуін өтінеді. Дориан, не уходи, я люблю тебя. Келесі күні Генри Дорианға небір сұлу қыздарды көрсетеді. Сөйтіп оларға үйленбеу керек, просто кезек-кезек пайдалану керектігін айтады. Не стесняйтесь, Дориан. Выбирайте любую. На сезон. Мерекелік кештен кейін барлығы масаң күйде Дорианның үйіне келеді. Үй қызметшісінен ішімдік сұрайды, бірақ үйде оны Сибилдің ағасы Джейми күтіп отқан еді. Джейм Дорианға Сибил өзіне қол жұмсағанын, сонымен қатар ішінде баласы болғанын айтады. Джейм қарындасы үшін кек алмақ болып Дорианды қалқындырады, бірақ Генри оны құтқарады, ал Джеймді полицейлер әкетіп қалады. Дориан жылап отырып темекі шегеді, ол қатты құлазиды, ал Генри оған өз ақылын айтады. Что прошло, то прошло. Опыт придает нам сил, Дориан. Так вы должны оценивать все происходящее. Это серьезный опыт. А чтобы управлять эмоциями, наслаждаться им, нужно быть сильным. Дориан Генридің барлық сөзіне құлақ асатын, сосын Генри кетіп қалады, ал Дориан өзінің портреті өзгеріп жатқанын байқайды. Портреттегі Дорианның қолында жара пайда болған еді. Келесі күні Бейзил Генриге келеді және қайғылы жағдайға байланысты көңіл айтады. Бірақ Бейзил Дорианның өзгеріп қалғанын, ол жауыз мақұлыққа айналып бара жатқанын сезеді. Я бы смог понять твои причуды, если бы видел хотя бы скорбь. Не стоит верить всему, что говорит Гарри. Он сам не верит. Кешкісін мерекелік кеште Генри мен Дориан спор ойнайды. Дориан кеш иесінің қызын, сосын оның әйелін айналдыруы керек еді. Ол екі шартты да орындайды. Ал Бейзил Генри мен Дорианның ойындары слишком шеттен шығып кеткенін байқайды, бірақ оған олар былай жауап береді. Хороший игрок видит границу в любой игре. Границ не существует. Бірте-бірте Генридің әсерінен Дориан барған сайын еріксіз, өзімшіл және қатыгез бола бастайды және оның барлық жаман қылықтары шатырда жасырылған портретте көрсетіледі. Ол ең төменгі нашар құмарлықтармен айналысады, оргияларға қатысады, ретсіз гомосексуалдық байланыстарға түседі, садизм және мазохизммен айналысады, есірткіге көп құмарлық танытады, общем адамдық қасиетінен айырыла бастайды. Кештердің бірінде Бейзил өз жұмыстарының көрмесін ұйымдастыруды ұйғарады және Дорианнан бұл үшін оның портретін алуды сұрайды, бірақ ол досынан бас тартып, мұны кенепті күн сәулесінен қорғаумен түсіндіреді. Дориан Бейзилді азғырғаннан кейін суретші одан картинаны қайтаруды талап етеді. Дориан Холвардты шатырға апарып, оған не қажет екенін көрсетеді. Портрет барда Дориан жас, сұлу, сымбатты еді және қалаған нәрсесін жасай алатын. Ал Бейзил шошып портретті жоюға шақырады. Дориан қарсы болады. Сөйтіп Бейзил жолдасы Дорианның қолынан өледі. Жас жігіт бөлшектелген денені көпірден Темза өзеніне лақтырып жібереді. Аз ғана уақыттан кейін оның денесін тауып алады. Дориан қатты қиналғандай кейіп танытады. Бейзилдің жаназасына қатысады. Жиыннан кейін Дориан Генриге әлемді шарлауды ұсынады. Сосын Дориан жалғыз өзі жолға шығады. 25 жылдан кейін әлі де жас және әдемі болып оралады. Оның қарт достары бірдеңе дұрыс емес деп күдіктене бастайды. Өйткені қаншама жыл өтсе де Дориан дым өзгермеген. Кеште Дориан бір қызды кезіктіреді. Ол Генриден қыздың кім екенін сұрайды, ал қыз Генридің қызы болып шығады. Кешкісін Дориан Лондонның көшелерін аралау үшін шығады. Оны жан-жағындағы барлық адам уақытша, ал өзі мәңгі осылай қалатыны уайымдатады. Дориан өзінің алғашқы сүйген қызының мазарына барады. Ол кетіп бара жатып, артынан біреудің аңдығанын сезеді.
Ол баяғы Сибилдің ағасы Джим еді. Ол Дорианға шабуыл жасап Сибил үшін кек алғысы келеді. Бірақ Джим жас жігітке қарап оның Дориан екеніне күдіктенеді. Дариан кетіп қалды, бірақ ол Дарианның портсигарын көріп, ол жігіт точно Дариан екенін біледі. Дариан өзінің қарғысынан қиналып жүреді. Ол өмірдің жаңа мәнін Генридің қызы Эмилиден табады. Бірақ Генри қызына жоламауды талап етеді. Бірақ Эмилидің өзі Дарианға барады. Сөйтіп екеуі бірге өмір сүре бастайды. Олар Англияны тастап Нью-Йоркқа аттанбақ болады. Оларға қарсылық жасай алмаған Генри олармен қоштасу кешін ұйымдастырады. Бірақ Дариан өзінің қарғысы жайлы білдіріп қояды, ал Генри сезіп қалады. Вот бы снова стать молодой. Чтобы вернуть юность, нужно лишь повторить эти глупости. Или продать свою душу. Дариан бірден үйіне аттанады. Үйіне кіріп портретке барады. Генри уже сол жерде екенін көреді. Генри суретті ашып көрмекші болады, бірақ Дариан көрсеткісі келмейді. Олардың арасында төбелес басталады. Осы уақытта Эмили үйге кіріп келеді. Дариан Эмилиге алаңдаймын деп Генриді қолынан шығарып алады, ал Генри Дарианды есінен тандырады. Сөйтіп портретте кәрі тақыр сұмдықты көрді. Тыртықта мұрны мерезден түскен, тістері сирек. Генри үстел үстіндегі керосин шамын алып портретке лақтырады. Беті қарайып бұртиды. Генри бөлмеден жүгіріп шығып есіктің торын бекітеді. Сосын қабырғадағы шамды жұлып алады. Оның құбырынан газ аға бастайды. Эмили шатырға жүгіріп шығып Дарианнан кілтті беруін өтінеді. Бірақ Дариан Эмилидің өмірін қортатынын біліп, сонда қалуды ұйғарады. Генри қызын күшпен алып кетеді, өйткені жарылыс болайын деп тұр. Күнәларының ақысын төлеуге бел буған Дариан есе семсер алып, жек көретін портретті тесіп өтеді. Жартылай шіреген картина қатты дауыспен айғайлап, оның барлық ұсқынсыздығы заңды иесіне орала бастайды. Газ тұтанып, Дариан тірідей өртеніп кетеді. Кейінгі кадрда Генри Грейдің қараусыз қалған үйіне кіріп, оның портретін көру үшін келеді. Ол жаңа кезіндегідей еш жері бұзылмаған. Сосын қария Генри ауыр күрсініп бөлмені құлыптайды. Соңғы кадр келесі ымыртта портреттің көздерінің қалай жарқырап, біршама кеңейетінін көрсетеді. Бұл Дариан Грейдің жаны суретте мәңгілікке сақталғанын меңзейді. Фильм бітті, ал енді әдеттегідей фильм жайлы ой. Жалпы фильм керемет шыққан. Адамды тән құмарлығына құштарланбауға үйретеді. Оскар Уайлдтың бұдан басқа бірнеше романын оқығанмын. Ол кісінің шығармашылығына ешқандай мен айта алмаймын. Обзор ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеле кетіңіздер. Барлық сапалы контенттер тек сіздер үшін.